Сәлем достар, бүгін сіздерге алдыңғы шолудағы Моя вина деген киноның Твоя вина деген екінші сезонына қысқаша шолу жасаймын. Ары қарай не болғанын бөлу үшін видеомызды соңына дейін көріңіздер. Кино Ноаның 18-ге толып, соны тойлап жатқан жерінен басталады. Онда Никтан басқаларының барлығы жүреді. Ник болса Сан-Франциско қаласында стажировка өтіп жатыр екен. Бұл алдыңғы сериядағы Ноаның әкесінің өлген күнінен 1 жылдан кейінгі уақыт. Ноа мен Иена Ник туралы айтып әңгімелесіп отырғанда Никтің өзі де келеді. Ноа қуанып, атып шығып, екеуі құшақтасып тұрғанда ата-аналары көріп бір түрлі болып қалады. Ник оның туған күніне алқа сыйлайды. Солай келесі күні екеуі күні бойы уақытты бірге өткізіп бақытты болып жүреді. Кешке Ноа мен Иенаның мектеп бітіру кеші болады. Никтің досы Леон, енді оларда ересек өмір басталды. Басқа достар табады, бізді ұмытып кетеді деп Никті ойландырып қояды. Кейін Ноаға ата-анасы керемет бір көлік сыйлайды. Ол қуанып, оны айдап, екеуі Никтің атасы сыйлаған үйге келеді. Ник оған мен енді Сан-Францискоға бармаймын, сенің қасында болғым келеді, осы үйде бірге уақыт өткіземіз дейді. Ноа сонда бірге тұрамыз деп ойлап қалады, бірақ Ник әлі бірге тұруға дайын емес екенін айтады. Солай екеуі бір-бірін түсінбей қалады. Кейін Ноа танымайтын Брайер деген қызбен бірге жатақханаға орналасады. Байлардың жатақханасы демек осындай болады екен ғой. Үйден еш айырмашылығы жоқ. Ник болса енді стажировканы әкесінің компаниясында өтейтін болыпты. Ол онда жас қызметші София деген қызбен танысады. Екеуі тіпті бір кабинетте отыратын болыпты. Ноаға анасы Ник екеуінің түскен суретін көрсетіп, мені Уиллға ақша үшін тұрмысқа шықты деп барлығы айтып жүргенде, енді сен Никқа жабысып жүрсің, сен әлі жассың, оған көп сене берме дейді. Содан Ноа ашуланып жатақханасына келеді. Онда бәлен адам жиналып көңілді кеш өткізіп жатады. Брайер Ноаның келгенін көріп барлығын қуып жібереді. Сол кезде бір жігіт сырт киімін алуға келгенде Ноаға көзі түскендей болады. Солай Ник пен Ноа жаңа үйде бірге уақыт өткізіп жүреді. Бір күні Ноа Никті жатақханаға алып келеді. Онда Ник Брайерді көріп бір түрлі болып асығып кетіп қалады. Леонның ағасы оған түрмеден бірдеңе беріп жіберіп, оны ашпай біреуге апарып бер деп бұйырыпты. Ол Роннимен бір түрмеде отыр екен. Бірақ Леон мен Ник оны ашып қарағанда ол есірткі болып шығады. Сөйтіп Леон есірткіні сол адамдарға алып келеді. Артынан уайымдап Ник та келеді. Олардың артынан қайдан шыққаны түсініксіз Ноа да келіп тұрады. Сөйтсе әлгі адамдардың бастығы Роннидің ағасы екен. Демек Роннидің құрған тұзағы болып тұр ғой. Ол есірткінің ашылғанын біліп қалып, 100 грамм жетпей тұр деп төлеулерін сұрайды. Леонда ақша болмағасы Ник пен Ноа бөліп төлейтін болып шешеді. Сосын ол біреуді олардың сондарынан өлтіруге жібереді. Ноа бұл жағдайдан құтылып шығу үшін біреудің ұсынған сусынын оның үстіне төгіп жіберіп, солай барлығы бір-бірімен қырылып кетеді. Сосын полиция келіп үшеуін бөлімшеге алып келеді. София Никқа, егер олар жайлы ештеңе айтпасандар, олар да есірткі жайлы ештеңе айтпайды дейді. Солай бұл іс жабылғандай болады. Кейін Ноа мен Ник асырауға мысық алып, Ноаның үйіне келгенде Брайер жайлы сөз қозғалады. Ол жігітімен көлікте келе жатқанда жол апатына түсіп, 2 айдан кейін ауруханадан шыққанда жігіті басқа қызбен жүріп кеткен екен. Сол жігіт осы Никтің өзі ау. Иена болса Леон айтқандай оны ұмытып кетпей, ары қарайда бірге болғысы келетінін айтып, екеуі татуласады. Бір күні Ноа жатақханаға келгенде онда Никтің туған анасы отырады. Ноа онымен сөйлесуден бас тартқанда ол тағы да ойланып көр деп визиткасын береді. Сосын Ноа анасының үйіне келеді. Онда олар Софияның отбасымен кездесу ұйымдастырған екен. Ноа кешкі асқа қалып, сонда олардың өзара әңгімелерін тыңдап жақтырмай отырады. Тіпті Софияның әкесі мен Уилл балаларының қоспақшы ойлары бар екенін айтады. Сол кезде Ноа ашуланып, Софияның әкесіне мен жатақханада тұрамын, бірақ Ник оның үйіне көшкенімді қалайды деп айтып кетіп қалады. Отырған адамдар барлығы түсінбей қалады. Солай Ноа әкесінің басына келген екен. Оның соңынан Ник келіп, Ноа оған Софияны айтып, ренішін білдіріп, сенің менен не жасырғаныңды өзім біліп аламын дейді. Сосын ол ата-анасының үйінде ешкім болмағанда
Никтің туған анасын кіргізіп сөйлеспекші болады. Ол Никті тастамағанын, қамқорлық танытпақшы болғанда, Никтің атасы оны қорқытып бас тартқызғанын айтады. Тіпті Уилл мен Рафаэлла ажыраспай тұрып та жүріп жүрген екен. Сосын ол білдіртпей біреудің тіс щеткасын ала қояды да Ноаға Никқа арналған хатын береді. Ноа хатты алып Никтің жұмысына келгенде байқамай түсіріп алады. Сол кезде Ник келіп хатты көріп, кім әкелді дейді. София Ноа екенін білсе де пошташы әкелді деп өтірік айта салады. Ник оны оқымастан жыртып тастайды. Сосын екеуі кешкі асқа келгенде Ник Софиямен бірге 1-2 күнге жұмыс барысымен Лондонға баратынын айтады. Ноа оған ешқандай қарсылық білдірмейді. Бірақ бір түрлі қоштасу сәті секілді сезімде екенін айтады. Келесі күні Рафаэлла Никтің үйіне келіп, Ноаға 18 жасында жігітпен тұруға рұқсат бермейтінін айтып, екеуінің ара қатынасына қарсылығын білдіреді. Ноа, сен өзіңше, әкем мені пышақтағанда отельда кіммен болдың? Мен кімді жақсы көретінімді өзім шешемін дейді. Яғни ол Уиллды айтып тұрған түрі ғой. Анасы болса не дерін білмей абдырап тұрып қалады. Ник Лондонда атасымен кездесіп, оған Брайер туралы айтады. Атасы болса, мен оның сені мазаламайтындай қылып істегенмін дейді. Атасы да жай адам емес секілді, Никтің өміріне араласып жүрген біреуге ұқсайды. Ол Никқа Брайердің 2 жыл жындыханада болғанын, бұрыннан ауыратынын айтып, сенің оған еш қатысың жоқ дейді. Брайер болса, Никтің Ноаны да өзіне ғашық қылдырғанын, кейін өзін секілді керек қылмай жындыханадан бірақ шығаратынын ойлап өз-өзімен сөйлесіп тұрады. Сосын енді оның жоспары орындалуына мүмкіндік бермейтінін айтады. Ник пен София жұмыстарының сәтті аяқталғанына қуанып тұрғанда, біреу оларды суретке түсіріп алады. Ник үйіне келіп Ноаны таппайды. Ноа болса үйінде Брайер мен Майклмен бірге ішіп көңіл көтеріп отырады. Брайер масайып ұйықтауға кетеді. Ноа болса Майклды шығарып салайын деп атқанда Ник келіп қалады. Содан Ник ашуланып, мені неге үйде күтпедің деп қызғанышын білдіріп, Ноа болса оған Софияны айтып, солай екеуі келіспей қалады. Содан Ноа ары қатынасымызға үзіліс алайық дейді. Ник болса, мені 1 аптадан кейін Лондонға жұмысқа шақырды. Сенде ара қатынасымыз жайлы ойлануға 1 апта бар дейді. Солай екеуі 2 бөлек уақыт өткізіп жүреді. Бір күні Ноа Брайердің суреттерін қарап тұрып, оның Никпен бірге түскен суретін көріп қалады. Ник Лионға келгенде, ол гонкаға қатысатын көлікті көрсетіп, ешкімге айтпай бүгін кешке гонкаға қатысайық дейді. Ник оған менде көлік жоқ деп келіспегенде, ол онда Роннидің да болатынын айтады. Яғни ол түрмеден босап шығады екен. Сөйтіп ол оны көндіріп, гонка жарысқа алып келеді. Кейін қызық болғанда ол жерге Ноа мен Иена да келіп тұрады. Сөйтіп олар 6 гонка болып жарысқа шығады. Олардың бір-бірінен қалысатын түрлері жоқ. Сол жерде Брайер да болып, ол жарыс туралы полицияға хабарлайды. Сосын полиция олардың соңынан қууға жөнеледі. Полиция білгеннен кейін жарысқа арналған жолды ашуға тура келеді. Сөйтіп олар көліктердің арасынан өтіп, полицияға да қарамай мәре сызығына жақындап қалады. Сосын Ник пен Ноа келісіп, Ронниді 2 жақтан қысып, жүруіне кедергі жасайды. Сөйтіп оның көлігі істен шығып, ол полиция көлігіне барып соғылып, жамандай аударылып түседі. Ойыннан от шықты деген осы шығар. Ноа мен Ник болса Лионға жол беріп, сол жеңіске жетеді. Ронни аман есен екен, оны полиция тағы да ұстап алып, қалғандары болса қашып үлгереді. Солай олар дым болмағандай компанияның 50 жылдық юбилейіне келеді. Онда Ноа Брайерді да шақырыпты. Иена Леонға, сен менің бай болғаным үшін үнемі қысыласың, сол ғана сені алаңдатады деп ара қатынасын тоқтатады. Айтпақшы, бүгін Ноаның Никқа жауабын айтатын күн екен. Ол Никқа Брайер жайлы білетінін айтып, жауабын түнде беретінін айтады. Сосын кеш басталғанда Брайер Никтің туған анасын да ішке кіргізеді. Солай екеуі бүкіл қонақтардың көзінше кіріп келіп барлығын таңғалдырады. Сосын ол Никқа әкесін тастамағанын, керісінше ол Рафаэлла мен оның көзіне шөп салғанын, кейін кішкентай қыздың да Уиллдікі екенін айтып, талдау нәтижесін көрсетеді. Олар ажырасса да бір демалыста бірге уақыт өткізген екен. Сонда ол Ник үшін емес, қызы үшін шындықты дәлелдегісі келіпті. Сол кезде Ноа мен барлығын білдім, оны үйге кіргізгенде менмін дейді. Сонда Ник оған ашуланып, сен отбасымыздың шырқын бұздың, маған да артыма пышақ сұғып, біздің арақатынасқа да сызат түсірдің деп кетіп қалады.
Ноа оның соңынан бармақшы болғанда ол Софияны сүйіп алады. Ноа оны көріп барлығы бітті дейді. Брайер одан сайын от жағып алдыңғы сапардағы түсірілген суреттерді көрсетеді. Бірақ шынына келгенде Ник пен Софияның арасында ештеңе болмайды. Ник ашуланып Леонмен бірге кетіп қалады. Брайер тағы да бірдеңені ойластырып Ноадан білдіртпей жатақханасының кілтін алып алады. Ник қайтып келгенде Брайер Ноаның жатақханаға кеткенін айтады. Ник оның соңынан жатақханаға келгенде оны таба алмайды. Ноа да үйдің кілті болмағасын Майклдың жатақханасына келіпті. Майкл оның телефонын өшіріп тастап, оны жұбатпақшы болып жабыса бастайды. Ноа да оған кетәрі болмайды. Сөйтіп араларда бірдеңе болды ма түсініксіз. Ник болса жауынның астында оны күтіп отырғанда Ноа Майклдың киімін киіп алып келе жатады. Екеуі бір-біріне қарап, Ноа ештеңе айтпай жатақханаға, Ник болса көлігіне мініп кетіп қалады. Кейін Ноа әкесінің қабіріне қоштасуға келгенде Никтің онда бірдеңе жазып кеткенін көреді. Бірақ не жазылып тұрғаны бізге жұмбақ болып қалады. Ол жайлы келесі сезонда білетін шығармыз. Бірақ оны біраз күтуімізге тура келеді. Себебі ол осы жылдың қазан айында бірақ шығатын болыпты. Ал әзірге келесі басқа да кино шолуларымызға дейін қош сау болыңыздар. Каналымызды жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіздер.